Сәлеметсіздер ме? Бірінші жаттығу. 1. Өйткені тіл бұл белгілі бір мәдениет. Тіл бұл халықтың мәдениетін түсінуге көмектесетін құрал. 2. Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы. Өйткені тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы, қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу, яғни адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді. 4-ші бет, 2-ші жаттығу 1. Адамдармен қарым-қатынас тіл арқылы, сөйлеу арқылы жүзеге асады. 2. Тілдік қатынас, сөйлеу тілі арқылы. Ұғынысу, түсінісу дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны бар. Қоғамның дамуы үшін ең қажетті. Қоғамдық әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді. 3. Адамдар тілдік қатынасқа түседі. 4. Тілдің көмегімен адамдар өз ойын жеткізеді. 4-ші бет, 3-ші жаттығу. Суреттерге қарап, тіл қарым-қатынас құралы деген тақырыпта парталастарымен шағын диалог құрыңдар. Сәлем әсем. Сәлем Қуаныш апай қазақ тілінің үй жұмысына қандай тапсырма берді? Апай бізге тіл қарым-қатынас құралы туралы мәтін құра деді. Әсем сен білесің бе, тіл қарым-қатынас құралы ол, болмаса адамдар бір-бірімен қарым-қатынаса алмас еді. Рахмет Қуаныш, оқасы жоқ. 5-ші жаттығу. Оқылым мәтіні бойынша ана тілінің қызметі деген тақырыпта кластер жаса. Жауабы. Ана тілінің қызметі. Өз еліне қорған болу үшін. Елге қызмет ету үшін. Басқаларды түсіну үшін. Екі дауысты дыбыстың біреуі түсіп қалады. Дауыстыдан біткен буынға дауыстыдан басталған. Буын жалғанса алғашқы дауысты түсіп қалады. Бұны буын ығысуы дейміз. Екі дауысты дыбыстың біреуі түсіп қалады. Сарыағаш, сарыарқа, сарыөзек. Қатар келген дауысты дыбыс сақталады. Сарыағаш, сарыарқа, сарыөзек. 6-ші бет, 7-ші жаттығу жауабы. Алтыншы бет, 8-ші жаттығу жауабы. 7-ші бет, 9-ші жаттығу. Құмайда бар, суда жоқ. Тұманда бар, буда жоқ. Жауабы. Жуан, қысаң, еріндік. Биікте бар, ойда жоқ, киікте бар, қойда жоқ. Жауабы. Жіңішке, қысаң, езулік. 7-ші бет, 10-шы жаттығу жауабы. Себебі, жаңылтпаш тез айтылады. Әр дыбыс таза естілуі тиіс. Тілді жаттықтырады. Әзілі бар, шағын қызықты өлең, жаңылтпаш айтылуы қиын дыбыстар мен әріптердің тіркесінен әдейі балаларды күлдіру және ойнату үшін ойлап табылған. Жаңылтпаш баланың дүниетанымын, тілін дамытады. 7-ші бет, 11-ші жаттығу жауабы. Қолданылады. Қарым-қатынас, жеткізеді. Күйінші қызметі, көзқарас, ұдайы, жақсы көру. 8-ші бет, 14-ші жаттығу жауабы. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, ұмытпай жазылып кетіңіздер. Егер ұмытпай тіркелген болсаңыздар, үлкен рахмет. Сау болыңыздар.